Тәкен Әлімқұлов 1918 жылы 22 қарашада оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында дүниеге келген. 1949 жылы Мәскеудің Горький атындағы әдебиет институтына оқуға түседі. Өлең жазып, әдеби сынмен шұғылдана жүріп, аударма саласына елеулі еңбек етеді. Тәкен Әлімқұловтың таңдамалы жинағына қаламгердің әңгімелері, хикаяттары, сонымен бірге Ақбоз атты романы, Жұмбақжан зерттеу кітабы еніп отыр. Тәкен Әлімқұловтың Жұмбақжан атты кітабы 1972 жылы жарық көрген болатын. Бұл тұтастай алғанда қазақ халқының ұлы классик ақыны Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған құнды дүние. Аталған кітап Абайдың туғанына 150 жыл толу күніне орайластырып қайта басылған болатын. Тәкен Әлімқұловтың телқоңыр жинағында шабандоздар мен бапкерлер атбегілердің, бәйге сәйгүліктерінің, қайталанбас өнерпаз дарындарының шынайы тағдырлары, арқау болған классикалық әңгімелері топтастырылды. Тәкен Әлімқұлов тек жазушы емес, рухани мұрагер, қазақ прозасының өзіндік қолтаңбасын қалдырған дара тұлға.